Так, бүгінгі тақырып бізде қозғалыс және өзен бойы деп аталады. Есептерде мысалға мынандай бар ғой, қайық былай жүрді, бір-біріне қарама-қарсы жүрді, екі машина, пойыз шықты, велосипедші деген есептер. Вот сондай есептерді шығару жайлы. Сонымен біріншісі тақырып жазып алыңыздар, қозғалысқа байланысты есептер. Қозғалысқа байланысты есептер. Сонымен қозғалысқа байланысты есептерде біз қалай шығарады екенбіз? Ол бізде былай. Біріншіден бізде мектептен білеміз, S тең болады V көбейтілген T, я? V тең болады S бөлінген T тең болады S бөлінген V деген бізде формулалар бар, я, основной. Осы формулаларды қолданамыз. Бұл жерде кім білмейді, S дегеніміз ол бізде жол, я? V дегеніміз ол бізде жылдамдық. T дегеніміз ол бізде уақыт. Өлшем бірліктеріне келетін болсақ, жолда бізде ол километр, я? Мысалға 1 километр, ол біз білеміз 1000 метр. Өзара өстіп иногда өлшем бірліктерін өзара алмастыру керек болады есеп барысында. 1 километр сағат, ол бізге 1 бөлінген 3,6 метр секунд болады. То есть, получается, километр сағаттан метр секундқа айналдыру үшін біз 3,6-ға бөледі екенбіз. 1 сағат ол бізде 60 минут, ал әрбір минутта, 1 минутта біз білеміз 60 секунд бар, я? Оны білеміз. Вот, осы нәрсе ғана. Енді, бұдан бөлек, я? Бізде маңызды орташа жылдамдық деген нәрсе болады. Ол біріншісі дейік, я? Одан кейін екіншісі орташа жылдамдық. Орташа жылдамдық. Кім экранға жазып отыр? Жазбаңыздар, я? Так, орташа жылдамдық. Орташа жылдамдық ол бізде мынандай формуласы. Бізге мысалға жылдамдықтар береді ғой. Мысалға екі нәрсе берілсе, жолдың бір жартысын какой-то бір V1 жылдамдықпен, екінші жартысын V2 жылдамдық десе, V орташа жылдамдық орт дейміз, я? Ол осы V1 менен V2-ні қосып 2-ге бөлінге тең. Яғни V1-ді қосамыз V2-ге бөлеміз 2-ге. Если же V-ларымыз көп болса, я, қандай да бір V1, V2, өстіп кете береді, қандай да бір VN-ға дейін барса, онда орташа жылдамдығы осы барлық V-ларды қосып бөледі екенбіз N-ға. Формуласы осындай екен, орташа жылдамдықтың. Бұған қазір бәріне мысал қарастырамыз, я? Келесі, үшінші нәрсе. Ол бізде мынандай нәрсе екен. Бізде S кездесу деген болады. S кездесу дегеніміз ол қандай нәрсе? Ол егерде екі машина, я, машина болсын, любой какой-то екі дене, егер бір-біріне қарама-қарсы кетіп баратса, я, немесе также бір-бірінен екеу бір нүктеде тұрып, екеу екі жаққа кетіп атса. S кездесу деп атайды. Бұл бізде формуласы V1-ді V2-ге қосып көбейтеді екенбіз T-ға. Яғни екеуін енді понятное дело бір-біріне қарсы келе жатса, тезірек жүреді ғой. Екеуін қосып T-ға көбейтеді екенбіз. Екіншісінде S куб жету деген болады. S куб жетуде мағынасы қандай? Бір дене біреуін қуып баратады, екеуі бір бағытта. Екеуі де мына бағытта, немесе екеуі де сол жақ бағытта. Маңызды емес, оң жақ па, сол жақ па, екеуі де бір бағыт болса болды, я? Ондай болса, формуласында біз V1-ден азайтамыз, V2-ні көбейтеміз T-ға. Неге? Себебі біреу екіншісінен қуып баратыр, жылдамдығы көбірегі анадан қуып баратады, я? V1-ді всегда үлкенірек жылдамдықта қоямыз. Формуласы осындай екен. Вот осындай формулалар ғана жазып алсаңыздар болады. Сосын ары қарай біз қазір есеп шығарамыз, я? Вот осындай нәрсе. Ал жазып алыңыздар. Біз мектептен білеміз, S тең болады V көбейтілген T, V тең болады S бөлінген T тең болады S бөлінген V деген формулалар, я? Осыны жаттап аламыз. S деген мұндағы жол, V жылдамдық, T уақыт. Өзара өлшем бірліктерін алмастыруда ең керегі мынау, я? 1 километр 1000 метр болады. 1 километр сағат 1 бөлінген 3,6 метр секунд, 1 сағат 60 минут, ал 1 минут 60 секунд, я? Одан кейін орташа жылдамдық болады. Егер де бізге бірнеше жылдамдық берілсе, және де ол жылдамдықтарды орташасын табу үшін мен просто бәрін қосам да, қанша жылдамдық берген соншаға бөле саламын. Арифметикалық орта сияқты ғой. Одан кейін егер де екі дене бір-біріне қарама-қарсы келе жатса, немесе екеуі екі жаққа кетіп баратса, то есть бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болса, онда біз S-ті табу үшін мына формуланы қолданады екенбіз. Яғни V1 мен V2-ні қосып T-ға көбейтеміз. Егер де екеуі бір бағытта болса, екеуі де оңға немесе екеуі де солға кетіп баратса, я, ондай болса, V-ларын азайтып барып T-ға көбейтеді екенбіз. Общий формуласы осы ғана, бүгінгі теория осы ғана, енді мысал көрсетемін. Мынау түсінікті ме? Аха. Кеттік мысал қарастырамыз. Сонымен бірінші мысал мынандай. Бірінші мысал. Мысал 1. Бізге былай дейді.
автокөлік 4 сағатта 400 километр жүріп өтті дейді. Яғни Т бізде 4 сағатта, иә. Бізде ол 400 километр жүріп шығыпты. Сонда S тең болып тұр 400 километр, иә. Сосын айтады, егер ол жылдамдығын 5 километр сағатқа азайтса дейді, иә. То есть получается, мынау қандай да бір Т1, S1 болса, бұның қандай да бір V1 болады, иә. Сосын айтады, осы V2-сі, яғни мына бастапқы V1-ден 5 километр сағатқа азайтса, яғни V1 минус 5 болады ғой, екінші жағдайда. Сол кезде дәл сол уақытта дейді, яғни бұның да Т-сы мынау 4 сағат болса, мынау да 4 сағат дейді. Дәл сол уақытта дейді, қанша қашықтық жүріп жүреді. Яғни S2-ні тап дейді. Енді бірінші біз V1 тауып алайық. Енді V-ның формуласын бағана жазып бердік қой. V-ның формуласы қандай бізде? Ол бізге S бөлінген Т дедік. Болды, мынаның S-і бар, Т-сы бар. 400-ді бөлемін 4-ке, иә. 4-ке бөлсек, бұл бізде 100 шығады. Сонда бастапқыда жылдамдығы 100 км сағат болған. Енді онда екінші жағдайдағы жылдамдығын таба аламын ғой. V1 менде 100-ге тең, одан 5-ті азайтамын, сонда менде 95 шығады. S-тің формуласы қандай? Бізде ол менде V мен Т-ны көбейтемін, иә. V-сы бар, вот 95 Т-сы бар, 4 екеуін көбейте саламын. 95-ті 4-ке көбейтсем, менде 380 шығады екен, иә. Вот есебім шықты. Түсінікті ма? Есеп шықты. Так, аха. Келесі есепті мен қазір фотомен жіберем, себебі мына жақта что-то файл ашылмай тұр. Фотомен жібергенде. Экран қандай болып тұр? Ол, скорее всего, таптыңыздар ма? Сіз анау экранды жылжытсаңызшы, ол, скорее всего, неден шығар? Доскада потерялись, скорее всего. Оны жылжытып неге табыңыз? Ана минусқа шығарсаңыз, қарамен тұрады жиналып өзі. Сол жаққа қарай аша бересіз. Сол кезде мысал ашылады. Ашылды ма? Вот сол таптыңыз ба сол жерден? Аха. Такс, ендеше. Аха. Мына мысалды жазып алдыңыздар ғой. Так, ондай болса, қазір мен бір есепті көрсетем. Так, бір минут. Қазір мен сізге презентацияны бірден дұрыстап аша салайыншы, ашылып отқан сияқты қазір. Құдайым-ай. Так. Сізде экран ашылып тұр ма, или әлі ашылмай тұр ма? Ашылып тұрған жоқ па? Есіп көрсете берейік. Экран не шықты ма, есеп шықты ма? Жақсы, осылай істейік сонда. Так, осы есепті шығарыңыздар, бұған беремін 2 минут, қазір 21 ма, 23-ке дейін шығарып көріңіздер. Так, пока уақытын, есепті пока шешпей тұрады, жауабын айтпай тұра тұрыңыздар, иә, басқалар шығарып алсын. Уақыт болған кезде бәріміз бірге шығарамыз.
Мхм. Башкаларыбыз ашылып турбу? Мхм. Мхм. Так, чуть-чуть и бирге чыгара беребиз, сосын. Так, калгандарыбыз да чыктымы? Аха. Жакшы. Канча чыгып атыр? Канча чыкты? 24 жазымы? Все, давайте бирге чыгарайык, э. Сонун былай дейт: автокөлүк 48 км/саат жылдамдыкпен 3 саат және 56 км/саатпен 5 саат жүрдү, э. Сонда жолдун какой-то жартысын в 48-де Т 3 саат жүрөт, башка жартысын в 56-да Т 5 саат жүрөт, э. Экранга жазып атканы көрүнүп турбу? Көрүнүп тур, э, жазып атканы. Всё жакшы. Сонда мен биринчи S1ди тауып алайык, ягни биринчи жүргөн жолун. Ол үчүн V-ны көбөйтө салам, э. Сонда 48-ди 3-ке көбөйтөм, сонда S1 менде 144 болом, а. Экинчи жартысын тапсак, S2 тоже V-ны көбөйтө салам, 56 менен 5ти көбөйтө салам, э. Сонда S2 менде 280 болот. Энди общий жүргөн жолун сурап туруп, ошондо общий жолдорун коса салсам, жүргөн общий жол чыгат, э. Сонда 300 424 чыгат, э. Вот, ага жол варианты дурус экен. Мына түшүнүктүүбү? Карабаңыздар. Мхм. Астындагы 144 иә. Жок, 144 деген ол S1, S1. Мхм. Салынуу керек, э. Мен кураторлордон жиберип коем, ал кишилер салат. Мхм. Иә. Сонда бир жартысын жүргөн жол менен экинчи жартысын жүргөн жолдорун коса саламыз. Түшүнүктүүбү? Бештей берем, э, анда. Так, келесиси. Аха. Экинчиси мындай, экран көрүнүп тур, э. Буган беремин. Такс, буган беремин. Тоже бир 2 мүнөт берем. 25 па 27ге дейин. Биз канчага айтып атабыз? Бир айтамызбы? 11 депчи просто.
Так, есеп шықты ғой, иә? Шықты ма? Жауаптарын жазып, жауап қанша шықты? 14. 14. Жақсы, ал давайте сонымен көрейік. Сонымен бірінші не дейді? Қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні 16,7 метр секунд жылдамдықпен қуды. Түлкі қасқырдан 10,2 метр секунд жылдамдықпен қашты. Қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетті? То есть мағынасы қандай? Бізде мына жақта где-то түлкі тұрады екен, иә? Мында где-то қасқыр тұрады екен. Мында бізде түлкі тұрады. Қасқыр екеуі қуады, түлкі одан қашады. Түлкінің жылдамдығы бізде 10,2-ден 1. Қасқырдың жылдамдығы бізде 16,7-ден 3, иә? Енді мынаны бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. Айналдырып алсақ, 7-ден қанша болады? 7-ден 230. 115 болады, иә? А мынанікі 2-ден 21 болады, иә? Енді екеуінің арақашықтығы, яғни S бізге не болып тұр? 83 болып тұр. Бізден сұрап тұр Т-ны, иә? Уақыт қанша дейді. Болды, мына үстінен подсказка тұр ғой, формула, осыны қолдана саламыз. S-тің орнына не кетеді? 83 кетеді. Тең болады. V1 үлкені, иә? То есть қасқырдың жылдамдығы. Ол 115 бөлінген 7 болады. Азайтамыз одан V2-ні, то есть 21 бөлінген 2-ні. Вот, көбейтеміз осыны енді Т. Осы жерден как раз Т-ны табу керек. Ортақ бөлім береміз, мұнда 2, мұнда 7. 83 тең болады 230 минус 147 бөлінген 14 көбейтілген Т. 83 тең болады. 230-дан азайтсақ 147-ні. 83, 83 бөлінген 14 тең болады Т. Ой, көбейтілген Т. Енді мынаны оң жаққа жіберсем, ол пропорционально көбейтіледі. То есть 83-ге 14 көбейтіледі, наоборот, а 83 үстіндегі 83 наоборот бөліміне барып бөлінеді. Тең болады Т. 83 пен 83 қысқарады, Т болады оттуда 14-ке тең. Получается, бізде уақыты 14 секунд екен, иә? Дұрыс. Мынау түсінікті ма? Так, ондай болса мынаны өшірем, иә? Келесі есеп. Так. Вот осындай есеп. Тос шығарып көріңіздер. Бұған беремін. Так, бұған беремін. Бір 3 минуттай берейін. 29 ба 32-ке дейін.
Так, уақыт болыпты, есеп шықты ма? Так, қанша шықты? 630 ба? Қаландарымызда шықты ма? Сөйтіп қарай салдыңыз ба? Так тоже вариант, я тоже, если шықпай жатса, можно, да. Так, давайте онда шығарып шығайық, иә? Мен былай дейді. Автокөлік А қаласынан Б қаласына 7 сағат жетеді. Бұл автокөлік орташа жылдамдығын 20 км сағатқа азайтса, берілген жолды 9 сағатта өтеді. Екі қала арасындағы аралықты табыңыз дейді. Получается, не істейміз енді. Біз бұны былай істесек болады. Бірінші жағдай бар, бізде бірінші жағдайда не дейді? Тыбырымыз бізде 7 сағат, 7 сағатта жылдамдығы қандай? Жылдамдығы белгісіз, е? Тыбыр получается x. Екіншісінде, егер ол жылдамдығын 20 км сағатқа азайтса, яғни v2-сі уже x минус 20 болғанда, t 9 сағатта, t2-сі 9 сағат болады. Екі қала арасындағы арақашықтықты табыңыз. Енді қараңыздар, екі жағдайда да бір жол жүріп жатыр ғой, адан b-ға дейін, s-тары тең ғой, s1 мен s2 тең, так? Енді біріншіден s1 тауып алсам, s1 деген v мен t-ның көбейтіндісі, то есть 7-ні көбейтем x-қа. s2-ні тауып алсам, 9-ды көбейтем x минус 20-ға. Екеуі өзара тең ғой. Себебі бір жол жүріп жатыр да. Сол баяғы бір арақашықтық жүріп жатыр. Осы жерден теңдеу шығады. Сонда 7x тең болады 9 көбейтілген x минус 20. 9 әрқайсысына көбейтіледі, сонда 7x тең болады 9x минус 180, е? 7x-ті былай жіберем, 180-ді былай жіберем. 180 тең болады 9x минус 7x. Сонда 180 тең болады 2x-қа, е? X тең болады 180 бөлінген 2, яғни x тең болады 90-ға. Енді бізге айтып тұр, екі қала арасындағы арақашықтықты табыңыз. То есть бізге s-ті сұрап тұр ғой, осы 90-ды апарам да, мынаған қойсам да болады, мынаған қойсам да болады, любойына қойып таба салам. Мен қазір мына 7x-қа қойсам не болады? 7 көбейтілген 90 болады, яғни 630 шығады, е? Жауабы сонымен 630 шығады екен. Түсінікті ма? Немесе бағана бір кісі айтқандай вариант тоже пойдет. Ол айтады да, А қаласынан Б қаласына 7 сағатта 9 сағат. Енді 7 мен 9-ға да бөлінетін вариант таңдай салдым дейді да, қалдықсыз. Ол вариант неге дұрыс? Себебі енді S деген V көбейтілген T деген формула ғой. S осы бізде 630-ға тең болса, T-ның орнында либо 7 тұрады, T-ның орнында либо 9 тұрады. Значит, шығып атқан сан 7-ге де 9-ға да бөлінеді. Мысалға 729-ға бөлінеді, 7-ге бөлінбей қалады. Из вариантов только Б ғана келеді. Осылай логически тоже шығаруға болады, иә. Тоже как вариант болады. Или былай толығымен шығарып шықса да болады. Түсінікті ғой? Жазып алдық па? Өше берейін ба? Сонда біз, S-ті табуымыз керек. S1 емес, просто S. S1 мен S2 өзара тең. Сол баяғы арақашықтық. То есть X-тің орнына апарып, мына жаққа 90-ды қойсам, 9 көбейтілген 90 минус 20. То есть 9-ды көбейтем 7-ге, 70-ге. Бұл да маған 630 шығарып береді. То есть қайсына қойсаң да не важно, екеуі бір мән шығарып береді. Түсінікті ма? Так, өше берейін онда. Так, келесі есеп. Үшінші есеп шықты, төртінші есеп. Бесінші есеп мынандай. Так, бесінші есепке беремін мен 3 минуттай уақыт берем, но с подсказкой, иә? Подсказка мынандай. Орай қараңыздар. Вот бізде поезд бар, иә? Берілгені бойынша поезды бір берілген оқып алыңыздар, былай дейді. Поезд ұзындығы 500 метр көпірден 1 минутта өтеді дейді. Мынау бізде көпір. Ұзындығы 500 метр. Осының бойынан 1 минутта өтеді дейді. Тот же самый поезд бізге телеграф баған деген что-то по типу светофор сияқты бір нәрсе осындай, палочка сияқты, ағаш сияқты нәрсе. Осын жанынан өтеді. Мына кезде уақыты 1 минут дейді, жарайды, то есть 60 секунд, мына кезде уақыты 20 секунд дейді. Енді өткен кезде қараңыздар. Бірінші жағдайда S ретінде нені аласыздар? Вот поезд бүйтіп алады да көпірге кіреді, иә? Ол көпірдің бойын жүріп шығады ғой. Одан кейін өзінің поездың ұзындығын тоже жүріп шығады. То есть мағынасы қандай?
S ретінде бірінші жағдайда сіздер нені аласыздар? S ретінде S пойызды қосасыздар S көпірге. Екінші жағдайда S ретінде S пойыздың өзін аламыз. Неге? Себебі мына бағанның ұзындығы жоқ, бұл типа бір ағаш сияқты нәрсе. Логика вот в чем. Түсінікті ме? Вот осындай подсказка. Ал шығарып көріңіздер, бұған беремін 3 минут 38-41-ге дейін. Жауабы ма? Так, жауабын айтпай күте тұрамыз. Басқалар шығарып үлгерсін. Бірақ 100 емес. Бірақ 100 емес. Так, 41-де айтамыз, иә? Басқалар шығарып үлгерсін. Так, уақыт болыпты. Есеп шықты ма? 250. Так, тексеріп көрейік. Бәріміз 250 шықты ма? Негізі примерно 250 шығу керек, иә. Ал тексеріп көрейік. Сонымен бізде айттық, бізде бірінші жағдай бар дедік. Жолдың бойында егер вот пойыз жүрсе, потом көпір болса дедік, Бұл кезде S не болады дедік, пойыздың ұзындығын аламыз. Бізде пойыздың ұзындығын айтпаған ғой, бұл как раз таки соны тап деп тұр, Оның ұзындығы бізде X. Көпірдің ұзындығы бізде 500 метр, Значит, мына бірінші жағдайдағы S общий X қосылған 500 болады, пойыздікін қосамын көпірдікіне. Осыны дейді ол 20 секундта өтті дейді. Яғни Т1-іміз неге тең болады? 1 минутта өтті дейді. Значит, 60 секунд деген сөз, 60 секунд өтті. Екіншісінде ол бағанның жанынан өтті. Яғни біздің пойызымыз бір мынандай бағанның жанынан өтеді. Оның пойыздың ұзындығы X, бағанның ұзындығы жоқ, 0. Значит, мына жағдайда S2-міз бізде X-тің өзін алам, пойыздың ұзындығын өзін алам. Т2 бізде получается 20 секунд. Пойыздың ұзындығы қанша метр дейді. Онда получается бізге мына как раз таки X-ті табу керек болып тұр, Енді екі жағдайда да бір пойыз жүріп келе тұр ғой. Пойыз бірдей жылдамдықпен келе жатыр. Мына жақта қандай V болса, мына жақта тура сондай V. V-лары тең ғой. Енді V-ларын тауып алайыншы. V деген не? Ол бізде S бөлінген T, Біріншісі үшін V ол бізде X қосылған 500 бөлінген 60 болады, Екіншісі үшін V ол X бөлінген 20 болады. Екі V-лар тең ғой.
екеуін теңестіріп теңдеу шығара саламын. Сонда x қосылған 500 бөлінген 60 тең болады x бөлінген 20. Енді болды, ары қарай пропорциямен көбейтіп шығарамын. Кім білесіздер, екі жағында да екеуінде бөлімде тұрса, бірден 20-ға қысқартып жіберсем болады, мұнда 1 болады, мұнда 3 болады, иә. Пропорциямен көбейткенде біз былай көбейтеміз, иә. 1-ді x плюс 500-ге көбейтсең, x плюс 500, 3-ті x-ға көбейтсек 3x. Мына x ар жаққа өткен кезінде 500 тең болады 3x минус x. Яғни 500 тең болады 2x. 500-ді 2-ге бөліп жүрсек 250 болады, иә. X тең болады 250. Яғни пойыздың ұзындығы 250 екен. Жауабы D болады екен. Түсінікті ме? Алынбайды ғой өйткені. Өйткені бізде мынандай нәрсе. Так, сіздерде экран тұр, иә? Мен қазір видео қоссам көріне ме? Видео қосым көрініп тұр ма? Вот енді қараңыздар, пусть мынау бізде поезд болсын, иә? Мынау поезд келе жатыр, мынау бізде көпір болсын. Мысалы, мынау бізде вот көпір болсын. Поезд бүйтіп келді, тұмсығы кірді, иә, поездың. Ол көпірдің бойынан жүріп келе жатыр, не істеді? Көпірдің ұзындығын жүріп тастады, иә? Енді қараңыздар, бүйтіп көпірдің ұзындығын жүрді, бірақ поезд ары қарай кетіп жатыр, уақыт алып біткен жоқ. Неге? Себебі поезд әлі көпірден до конца шыққан жоқ қой. Сонда мына жерден бастап не істеді? Ол ары қарай поезд өзінің ұзындығын жүріп жатыр. То есть по итогу ол мынанша ұзындық жүрді. То есть көпірдің ұзындығын плюс өзінің ұзындығын. Поэтому бірінші жағдайда S-тарын қосамыз. А если же ол баған болса, яғни светофор сияқтынандай палочка болса, не істейді? Поезд бүйтіп келді, ұзындық кетті, жүріп жатыр, болып шығып кетті. Не істеді? Сонда ол получается поезд өзінің ұзындығын ғана жүрді. Поэтому екінші жағдайда просто x, бірінші жағдайда поездың ұзындығын көпірдің ұзындығына қосамыз. Түсінікті ме? Логика осындай. Түсінікті ме? Не үшін қосқанымыз? Түсінікті ме? Аха. То есть көпір десе всегда қосамыз. Жаттап алсаңыздар болады. Көпір десе поездға. Көпірден өтті десе всегда поездікін көпірдің ұзындығына қосамыз. Так, өшіре берсем бола ма мынаны? Аха, онда өшірдім. Так. Келесі мынандай. Есептер немен де келуі мүмкін. Мысалы, осындай графикпен де келуі мүмкін. График бойынша анализировать етіп шығару керек, иә? Мына есепке 2 минут берем. 47-ге дейін. Тап көріңіздер. Так, уақыт болыпты, есеп шықты ма? Аха, қанша шықты? 4,1 емес. Дұрыс. Екіншісі 1,1. Так, бұл қалай шыққан нәрсе? Бұл былай шыққан нәрсе. Бізге айтады, суретте Арғын мен Жәнібектің қозғалыс графигі берілген. Олар бір бағытта, бірақ әртүрлі уақытта жолға шыққан. Арғын мен Жәнібектің жылдамдығын табыңыз. Жылдамдық дегенде S бөлінген T. S-тарын тауып T-ға бөлсем болды. S деген мынау S, километрмен тұрған мынау S. Мына жағы бізде T.
Енді бірінші кімдікін табайық, арғындығын табайық. Арғындікін табайық, иә. Арғын қанша жол жүрді? Вот мынау үзік-сызық арғындікі, иә. Вот мынау арғындікі. Ол бастапты и қанша неде жүрген? 4,5-ға дейін жүрген, иә. Получается 4,5 километр жүрген. S-тің орнына 4,5. Бөлеміз, иә, уақытты енді қараңыздар. Бастады 9:00-де. Тоқтады қаншада? Мынау 11 мен 12-нің ортасы 11,5. Получается жүрді ол 2,5 сағат, иә. 11,5-ға дейін. Бөлеміз, значит, 2,5-ға. 4,5-ды 2,5-ға бөлсек, бізде 1,8 шығады, иә. Енді қараңыздар, ары қарай негізі 1,8 деген бірнеше вариант бар екен. Енді екіншісін қараймыз. Енді Жәнібекті қараймыз. Жәнібектің жылдамдығы тең болады S. Енді Жәнібек не істеген? Тоже 4,5 километр жүрген, иә. Бірақ ол бастаған қанша? Ол 8-ден бастаған. Сосын барып 12-де біткен, иә. 8-ден 12-ге дейін 4 сағат. Сонда бөлеміз 4-ге. Сонда 1,125 шығады. Сонда жауабы 1,8 бен 1,125. То есть С варианты болады. Түсінікті ма? Так, онда өшірем. Келесі. Мынандай есеп, жетінші есеп. Бұл жақта орташа жылдамдықтың формуласын еске түсіреміз. Бұған беремін 2 минут 51-ге дейін. Өшіп қалды. Так, көрінді ме? Так, тұра берсін. Так, уақыт болған сияқты есеп шықты ма? 11 бүтін. Шықты ма? Қалғандарымыздашы. Шықпады ма? Уақыт берейін ба или? Ал давайте бірге шығарайық, иә, онда. Сонымен, бізде мына жақта былай дейді. Қала ішіндегі жеңіл көлік жылдамдығының уақыт аралығындағы өзгерістері кестемен көрсетілген. Егер жеңіл көлік кестедегі уақыт аралығында көрсетілген жылдамдықпен тұрақты жүріп отырса дейді. Мысалы 3 минутта 45 сағат дейді. 45 километр сағат. Онда 10 минутта жүріп өткен жолын анықтаңыз. Бірінші шаг біз орташа жылдамдықты тауып аламыз, иә. Вот орташа жылдамдықты тауып алсақ, біз не істейміз? Мына бүкіл сандарды қосамын да 10-ға бөле саламын, себебі 10 тоқсан тұр, иә. Сонда 30 қосылған 40 қосылған кете береді, қосылған 95-ке дейін, иә. Бөлеміз бәрін 10-ға. Бұның бәрін бөлсек, бізде шығады 69 шығады, иә. Бар бізде 69 шығады. Енді ары қарай жолын табу керек. Ал S-тің формуласы бізде V көбейтілген T.
просто в-ның орнына біз сәйкесінше орташа жылдамдықты қоямыз да. Сонда в бізде 69-ға тең. Т енді қараңыздар, бізде 69 ол бізде километр сағатпен берілген, то есть бізде в мына жақта километр сағат. Бізде сәйкесінше т-ны тоже сағатпен болу керек. Бірақ бізде т 10 минут болып тұр, Значит, 10 минутты сағатқа айналдырамыз, ол үшін 10-ды 60-қа бөлем. Қысқарады, сонда 1 бөлінген 6 сағат болады, Сонда мына т-ның орнына 1 бөлінген 6-ны қоямын да. 69-ды 6-ға бөлсек, сонда бізде шығады 11,5 шығады. Жауабы 11,5 екен. Түсінікті ма? Иә, 69. Иә, кестедегі сандардың бәрін қостық та 10-ға бөле салдық. Иә, себебі мына жақта километр сағатпен тұр ғой мұнда. Қысқартсаңыз да мұнда 3-ке қысқартса 21, мұнда 2 шығады, потом 21-ді бөлінген 2 болады, 10 бөлсек 11,5. Аха. Себебі мына жақта бізге общий S табу үшін бізге мына В-ның орнына средний В керек та, орташа В-сы керек. Себебі мына жақта әртүрлі В ғой. Сондықтан общий орташа В-ны тауып аламыз да. Сосын мына жаққа сол орташа В-ны қоя саламыз. Бұл бізде енді сағатқа айналдыруымыз керек қой. Минутты сағатқа айналдырамыз. 1 сағатта бізде 60 минут бар, Мысалға 2 сағатта қанша минут десе, біз 2-ні 60-қа көбейтеміз ғой. Ал егер керісінше минутты сағатқа айналдыр десе, онда керісінше бөлеміз. 10 минут болса, оны 60-қа бөлеміз. Қысқарды 1 бөлінген 6 шықты да. Соны осында бар. Түсінікті ма? Мына есептерден сұрақ бар ма? Ау? Аха. Сұрақ жоқ, Так, сонымен, в принципе, болды онда. Мынау бізде не болып тұр? Біз қазір келесі тақырып бізде болмақшы өзен бойымен қозғалыс. Өзен бойымен қозғалыс, өзен бағытымен, өзен бағытына қарсы деген сияқты. Біз оны қазір бастасақ, қазір аяқтай алмай қаламыз, Оны онда келесі сабаққа қалдырамыз. Үй жұмысына кітаптан жіберем. Келесі сабақта біз өзен бойымен қозғалысты өтеміз ғой. Сосын барып екеуін қосып, араласып бірге ссылка жіберіледі, Мына есептерден сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, Аха, все, жақсы, онда бүгінге сабақ бітті. Осы бойынша мен сіздерге кейін кітаптан үй жұмысын жіберемін, Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.